Болды просто менің тарапымнан мысалы Асхат Ханзаданың таңсық тоқтатқаны шетел деген нәрсесі, дүниесі маған как будто причина сияқты елестеді. Әлі күнге дейін мен солай ойлаймын. Анасының да ойы дәл сондай. Енді қазір қызы екінші рет өзі как будто қадам жасап отырған көріп тұрып, қызым қой деп отырған сол кісінікі. Жана ханым айтсам болады ма? Бұл қайырлы күн. Енді егер өзім ситуациямен примерно салыстырмалы түрде айтатын болсам, бір ата-анамен сөйлесу үшін мүмкін Асхат жақтан Эдуардада бір сенімділік болу керек та, чтобы анасын көндіретіндей. Ол өзі Эдуарда сенімді болмағандықтан анасын да көндіріп, анасымен дұрыс сөйлесе алмайтын сияқты. Айза, қайырлы күн. Айза, бүгін өте әдемісіз, көзіңіз әсіресе. Рахмет, Жана ханым. Негізінде Асхат Ханзадаға айтқым келеді, кеше деген енді ақыр танысып көрейік деп шешім қабылдаған екенсіз, бірақ кеше неге Эдуарда бір өзі қалғанда қадам жасамадыңыз онда? Отырдыңыз ғой? Жоқ, мен өзімді меңзеген жоқпын, жоқ, мен жай ғана пікірімді айтын деп отырдыңыз бір орында, сезімім жоқ мүлдем дегенде позиция сап. Ал бүгін почему-то басқаша сөйлеп отырсың. Себебі неде? Жоқ, енді кеше неужели кешегі күнде обязательно осыған апару керек еді ма? Не кеше ер азамат ретінде иә ұнайды, танысып көргім келеді деп шықпадыңыз ортаға деген сұрақ мазалайды. Біз енді болған жағдайға байланысты енді мен отырып сол жерде отырған кезде анализ жасадым ғой. Диана ханым еще айтты, Асхат өзі түсінбей жатқан сияқты ойында не болып жатқанын деп. Жоқ, бұл жерде анализ жасап отырып, иә. Өйткені бұл қыз соңында мойындады, өйткені Асхатқа сезім бар деп өзі мойындады. Содан кейін барып Асхат енді кеш болып кетті, орнынан тұрып барып сезімін айту. Одан кейін сөйлесіп көрейік деп айтты. Жоқ, сөйлесіп көрейік қой. Мен Асеке, бірақ сіздің осы қадамдарыңа таң қаламын да. Жалпы Эдуардадан бөлек, ол осының алдыңғы ара қатынастарда да сен қызбен уже жұп болып жүріп, я одан екі жаққа кеткеннен кейін бәрібір сол бұрынғы жүрген қыздарың сенен үмітін үзе алмайды да. Не үшін деп ойлайсың өзің? Өйткені жаңағыдай екі жаққа кеткеннен кейін больницасына алып барасың, ухаживать етесің, қайтадан енді танысып көрмесеңдер да. Сондай лишний қылықтарың саған өмір кедергі жасап жүреді да. И қыз саған үміттеніп қала береді. Бірақ өзің көкейіңде сезім жоқ. Тимур мырза, ау? Иә, осындай қадамдарыңыз сіздің бұрынғы экс жүрген қыздарыңыз, яғни соның ішінде қазіргі таңда қызу болып тұрған Эдуардаға жеп үзілмей қалады да. Сіз үзесіз, бірақ қыздар үзбей қалады. Енді осы жерде мен байқап тұрмын, нені Эдуарда енді сен басында саған жұптыққа дейін барып, қадам жасап, сені жылатып тастап кетті. Енді оған сен атанаң қарсы отыр десің. Атана қарсы болған жерде енді мүмкін емес қосылу. Меніңше саған енді жас ерекшелігі бар, саған жігіт емес, саған бір ағалық қамқорма, тіпті шынына келсе жасыңның ерекшелігін сатайын болсақ, сенің әкеңе келетін адамда мүмкін саған қоя қою керек сияқты. Өйткені Асхат мырза мектеп бітірген кезде сен дүниеге енді келіп аттың шыр етіп. Есеппен қараған кезде. 2 жаста болды. Ешнәрсе өзгерген жоқ. Ешнәрсе өзгерген жоқ. Демек, сіз ойлайсыз, жігіт емес, қамқорлығы барлығы аға, әкелік бір мейірім. Өйткені сондай нәрсе ұнап тұрды, бұл кісіге жаншик, тәттілер әкелу, больницаға апарып алып келу, өбектеу, әлелеу, дәрілер алып келу деген нәрсе. Ер жігіттің де, Тиманың да айтып жатқаны, енді менің ол болмысым ғой. Сен неге соны, мен өзгерте алмаймын өзімді, кешіңіздерші. Міне сіздер мемлекет болсаңыздар мысалға, иә? Соның ішінде сіздер бір-бірлеріңізбен қақтығысасыздар, бүйтесіздер, конфликтқа ұшырайсыздар. Мен ешкіммен ұшырамаймын, мен дипломатым да. И мен также болған отношения болсын, қазір біреумен болсын, мен онда сыйластық бір цепочкасын үзгім келмейді, білмеймін. Нет, дипломанттық осы сіздің қасиетіңіз жоғары санайтын. Қанша қыздың жүрегін жаралап кетіп жатыр ғой. Оны қою керек шығар. Енді мен өзгерте алмаймын ғой өзімді, мен сондаймын. Сіз осы жерге қадам басып қатысып келгенде, все, мен бұдан кейін доғарамын дедіңіз. Иә, сіз келген үміткерлерге ондай дипломаттық қатынасты тоқтаттыңыз, Эдуардаға келген кезде жоқ, неге тоқталмайды? Значит, бір нәрсе бар, ол нәрсені сіз мойындамайсыз. Алмат? Қайырлы күн, Жан. Жалпы мен бұл жерде айтқым келеді, нақты мәселе ол таныстықтың бір рет тоқтағанда немесе Эдуардан жылағанда деп ойламаймын. Жалпы Эдуарда сенен сұрағым еді, үйіңде жаңағы мамаң Асхат мырзаның жаңағы ажырасқанын біледі ғой, оған көзқарасы қандай? Мен нақты мәселе сол деп ойлаймын негізінде. Оны айтып қойды ғой, сразу қарсы деп отыр ғой, болды. Полный қарсы Асекеңе деп отыр. Просто Асеке жаңа сен маған да айтып жатсың ғой, ер жігітпен кім Тимурдың ойларын мен болмысым сондай дейді. Именно сол болмысын құртып тұр ғой сен, понимаешь? Қыздарға үміт беріп тастайсың, сол болмысын құртып тұр. Енді Құдай жаратқаны ғой, адам өзгерем десе өзгереді негізі. Жаман жаққа ма? Жоқ, кішкене ондай іс-әрекеттер. Мысалы, мен бұрынғы жүрген қыздармен мен араласпаймын мүлдем. Бірақ реніш ештеңе жоқ, бірақ ара қатынас бүйтіп ухаживать ету, бір ауырып қалып жатса дәрісін апарып беру деген нәрсе істемеймін мысалы.
енді менен басқа ешкім жоқ шығар ол дәріні апарып беретін. Апарып беремін, онда тұрған не бар екен? Болмайды. Таза Бізде дипломатиялық жарнамадан кейін бұл жерде таныстықтың жалғасуы мүмкін бе? Я болмаса Эдуарданың анасының соңғы сөзі барлығын шешті ме? Қосылайық жобасы Ізбасар мырзада белгі бар. Ізбасар мырза дейді, мұрынны аспанда дейді. Әсел бүгін ашулы сияқты, және Айзада тағы да бір белгі. Жалған намысты қояйықшы дейді. Ортада бізде Асхат Ханзада және Эдуарда әлі де белгісіз сұрақ. Таныстық бастала ма, жалғаса ма, я болмаса бәрібір түк шықпай. Жана ханым, мен айтсам бола ма? Хадиша. Мен бұл жерде былай ойлап тұрмын да, енді Эдуарданың бір сезімін, несін бір түйсініп, бір сезініп дегендей. Мен былай айтқым келеді да, Эдуарда, саған бір әкелік қамқорлық жетіспегеннен, сен соны Асхат мырзадан сезінесің да. Сен білесің ғой, енді әкеңнің баяғы енді өміріңді білесің. Сол үшін әкенің қамқорлығын сезінбегеннен кейін Асхат мырза беріп атқаннан кейін сен кәдімгідей жылулық іздейсің да осы адамнан. Жас жігіттер саған бере алмайды ондай әкелік қамқорлықты, жаңағы жылулықты сезіне алмайсың да. Асхат мырза бергеннен кейін солай сол нәрсені өзіңе тартасың сен. Диана ханым айтса Мәссаған. Қайырлы кеш. Жоқ, ол мен Хадишаның пікірмен келіспеймін, өйткені кез келген жігіт ондай қамқорлық бере алады. Және ол қамқорлық кез келген қызға ұнайды. Иә, ұнайды. Өйткені ол жасқа байланысты емес, ол жас үлкен болсын, кіші болсын, сондай қамқорлық берсе, егер әкесіз өскен қыз болса, оны сезінсе, әрине оған қатты ұнайды ол зат. Сол себепті бұл қалыпты жағдай. Мен айтқым келеді, что Асхатқа енді барлық айтып жатыр ғой, енді сен сыйластықта қаласың, ара жүгін дұрыстап үзбейсің қызбен деп, үзбегеннің арқасында енді жемісі осы деп ойлаймын енді. Енді қайттан таныстық бастап көрейін деп жатыр ғой. А вдруг үйленіп кетеді деген сияқты ғой. Сол себепті ата-анасы қарсы деген әңгіме ол енді уақыт өте келе шешіліп кетеді. И отношения бастап көрсін, а вдруг енді өткенде болмай қалған зат бұл жолы болатын шығар деген. Сосын мен мына нәрсе қазір есіме түсіп отыр да, кезінде енді Эдуардаға үміткер болып келді ғой, сол кезде кәдімгі ол қайтып кетті ғой сендердің магазинге барып атқандарыңды көріп. Сол кезде мен Асхат мырзамен кәдімгі сөйлескен тұғым осы ситуациядан кейін. Мен айттым, Эдуардан шынымен де сіз ертең болашақта болашақ жарыңыз ретінде көріп ортаға шығып сезім білдіріспе дегенде жоқ деп айтқан. Бірақ сіз білмеймін кеше не үшін ортаға шықтыңыз, сіз ол қызды болашақ жарыңыз ретінде көре алмасаңыз, әлде кеше халықтың сөзінен кейін көміліп қалады дегеннен кейін, ертең жексұрын болып қалады дегеннен кейін сіз ортаға жай ғана аяушылықпен шыққан сияқтысыз. Иә, мен де сұрақ қойып кетейінші мына жерде. Асхат Ханзадан өзіне жекелей, енді шынайы сізде ішіңізде сезім бар ма, или просто жанашырлықпен сіз кеше қайтадан сөйлесіп көрейік дедіңіз бе? Шынайы мен осы жерде кеше айтып кеткен болатынмын. Негізі Эдуарданы көрген кезде, қасымда жүрген кезде, білмеймін, бір жылулығым по-любому бар. Өткен сәттер бізде жақсы бір отношения болды. Өтірік емес, өте көп жақсы сәттер болды. Соның бәрі тоже Эдуардаға қалай есіне түседі, маған да сол есіме түседі. Бәрібір бір тартылыс пайда болады. Екеуміздің арамызда мен оны қыздан да сезем, өзімнен де оған деген тартылысты сезем. Ал сіз нақты қандай жылулық екенін ажырата аласыз ба? Ол қызға деген болашақ жарға ретінде ме? Әлде жай ғана бір, білмеймін, менің бір қарындасым. Дұрыс біреу айтты да, әлі Ізбасар айтып жатыр да, әлі ажырата алмаймын депші. Негізі тура тапты. Және бар ғой, Диана ханым, Эдуарданы сіздер байқасаңыздар, эфир басталғалы кішкене көңіл күйі жоқ болып отыр. Қазірде өйткені біздің ішімізде екеуміздің бір сақтаған сырымыз бар. Мәссаған. Сіздермен бөліссек, мен әрине оны Эдуардамен сөйлесе келе сіздерге айтқым келіп тұр. Қатысушылардың ешқайсысы одан хабардар емес деп ойлаймын. Мүмкін Әсел енді жақын құрбысы болғаннан кейін мүмкін бар шығар хабары. Біз емханаға алдында бір отношениеде болып жүрген кезде мені бір емхана шақырған болатын полное обследованияға. Біз сол жерде барып обследование өткен болатынбыз. Мен сол кезде Эдуарданы жетектеп апарған болатын сол жерге. Сен қарал. Бәрібір адамға, мен ондайға қатты щепетильныймын да просто. И Эдуардаға айттым, 6 ай сайын жылына бір рет адам полный обследование жасап тұру керек. Тем более ол кәдімгі бір үлкен қымбат комплекс болды да, түгел адамды бас аяғына дейін. Сонымен біз полностью обследование өттік. Сол кезде Эдуардадан кейбір
мен лично өзім күтпеген дене түршіктірер бір анализдер шықты. Содан кейін бізге айтты, сендер типа қорықпаңдар, пока оның бәрін көруге болады, емдеп көруге болады, оны қарау керек, бірақ контрольна тағы да келіңдер деді. Сонымен біз екеуміз айырылысып кеттік. Сонымен ол жаққа Эдуарда да бармапты. Мен де өстіп жүріп, кеше енді қайтадан енді біз енді алдында магазинге де бармаймыз дедік қой, сөйлеспейміз дедік. Мен оны сұрай алмадым да, сен ол жаққа барып жүрсің ба, жоқ па депші. Бірақ врачтан сұраған болатым, Эдуарда келіп жүр ма, хабарласып жүр ма деген кезде жоқ деді маған. Содан кейін мен бүгін Эдуарданы жетектеп қайтадан апардым сол жерге. Сол мақсатта. Сол мақсатта апардым. Потому что бізге нақты білу керек болды. Дәрігер не айтты? Мен ол туралы диагноз? Мен ол туралы білем, Диана ханым, Асхатпен даже ара-қатынаста болмай тұрып та мен ол туралы білгенмін. Просто мен Асхаттың да өзіне ашып айта алмадым ол туралы. Мен біз всегда больницаға барған сайын емханаға мен қашатынмын да кірмеуге. Енді бұл кісі ол туралы ашық білді, диагноз туралы. Мен одан кейін уже қатысушылардан қорқып бастадым да осы. Мен ондай нәрсе шығады деп ойламаппын, шынымды айтсам. Негізі бар ғой, ол жерде еще біз бүйтіп әр зонаны тексердік қой. Сол кезде сол определенный зонада жаңа ақаулар байқалды да, содан кейін маған врач айтты. Сіздерде возможность бар, бір определенный бір зонаға МРТ жасауға деді. Содан кейін мен қызға айттым, жазыл МРТ-ға, сояққа бар дедім. Менің көзімше жазылды. Ерте, четверг күні 9:30-да барам деген дейші. Ал любой время круглосуточно болды ма сондай. Қалаған уақытында деді. Сен эфирде отыратыныңды түсінем. Сен даже кешке бар, таң бар, сені қабылдайды деп. Мен жазам, анаяққа жіберіп қоям деді врач. Сөйтіп бәрін келіскен болатынбыз. Сөйтсем бармапты. Сонымен тағы да жазылады, тағы бармайды. Енді мен бүгін сен неге оны бармадың? Вот қолда тұрған затта олшы. Былай айтқанда тегін болды да. Неге бармадың десем, мен қорықтым дейді. И вообще сен білсін білмесін деген ойда болған, и өзі еще соны подтверждать етуге өзінен қорыққан. Ал қай жері, жалпы қандай нақты бір диагноз айтылды дәрігерлердің тарапынан? Ол өте жиі кездесе беретін зат емес, және ол кәдімгідей өте маңызды органның қатты бір ауруы диагнозы. Эдуарда? Диана ханым, мен ол туралы ашып айтқым келмейді мына жерде. Шынымды айтсам. Онда Асхаттан сұраймыз. Мен айта кетсем. Жоқ, Асхат мырза, мен түсінбей отырмын да. Енді басын бастадыңыз, неге үндемей отырсыз? Қазір барлығымызға дұрыс емес ой салып қойдыңыз ғой. Мен айта алмаймын деп отырсыз. Айтпасаңыз, онда бастамау керек еді. Қазір қызды не істеп отырсыз? Біз қызбен келісіп келдік деп айттым ғой сізге. Ұрыспаңызшы, айналайын. Біз келістік, мен айттым. Потому что я хочу, чтобы қыз өзінің денсаулығына дұрыстап қарады и нормально обследованияларын барып, ол вообще медикаментозная операциясыз лечиться етуге возможность бар деді. Определенный бір срок береді ғой, операцияға сразу жібере салмайды ғой. Былай тексеріп көр. Медикаментпен емдеп көрейік. Егер в лучшую сторону улучшение болса, онда операцияны жасамаймыз. Егер изменение болмаса, онда барып сложный операцияны жасау керек деп айтты бізге. Енді ол өзі Эдуарда айта ма деп ойлаған. Эдуарда қазір оны жасырғаннан сіздер не ұтасыздар? Және қазір Құдай сақтасын, енді жаман ауру дегеннен кейін ойға не келеді? Сол ауру келеді. Құдай сақтасын. Екен сіздер айтып жатырсыздар да, сирек кездесетін дегеннен кейін еріксіз жаман ойларға ұшырайды. Менде жүрекпен проблема толыққанды. Жүрек? Ал жүректің нақты қандай ауруы? Асхат мырза, мен ойлаймын, ақыры басталды. Диана ханым, негізі енді жүректер клапандардан қан айдап, сондай и қыздың кейбір клапандарында ақау бар, жұмыс істемей қалуы мүмкін деген сияқты кәдімгідей бір қиындау диагнозға келіп тұрмыз. Мәссаған, біз оны мүлдем білмедік. Және бізге де айтылмады ол. Ал қазір сіздер дәрі-дәрмекпен емдеуді, курсты бастап кеттіңіздер ме, әлде қалай, Эдуарда? Мен қазір үйде болғанда арнайы кислород арқылы демалам үйде.
ол сонда тіпті тыныс алуға әлде қалай? Мен кішкене түсінбей отырмын. Иә, кішкене тыныс алу жағына да бәрібір толықтай әсер тигізеді. Үйде болғанда көбіне мен кислородпен демалып жүремін. Былай уақытта иә дәрі-дәрмек қолданамын. Енді түсінікті болған сияқты, неге Эдуарда үнемі жиі сырқаттанып эфирге келмей қалады. Демек, бұның барлығы осылай байланысты болып тұр ғой өзара, иә? Ал қазіргі таңда ота жасату мәселесі қаншалықты бір шұғыл түрде болу керек, я болмаса ол қажет емес пе? Эдуарда? Жоқ, енді білесіз ғой, врачтар айтқан кезде қалай айтады, иә? Олар андай Әр дәрігер әр қалай айтуы мүмкін. Жоқ, бізге енді былай айтылды да, енді ақыр заман жасамай, иә? Өз-өзіне қарап, денсаулықты қолға алып, дұрыстап емделсе, жақсы жаққа бәрі бұрылып кету әбден мүмкін. Егер адам өз-өзіне қарамаса, ем жасамайтын болса, онда естественно ол жерде ухудшение кетеді, иә? Енді ол білмеймін, енді тағдырдың жазғаны болар, енді ар жағын нақты білмейміз ғой. Ол бір нәрсенің салдарынан пайда болған ауру емес пе? Ол әлде бір генетикалық жолмен берілген бе? Әлде ол жай... Жоқ, ешқандай генетикалық жолмен емес. Мен осы ауырып жүріп бастап, осы құлап бастап жүрген кезде, мамаларым білмейтін тұғым, мен ауырып, мен ойладым да, мен қалай айтсам екен, шынайы қабылдамадым. Шынымды айтсам, мен ойладым, ертең 1-2 дәрі ішем, жазылып кетем ғой деген сияқты. Ал мен үйде жалғыз өзім, Алматыда енді менде ешкім жоқ қой. Өзім құлап бастаған кезде түсіндім да, что қаншалықты қауіпті екенін, даже танымайтын адамдар көтеріп алып келіп, мүмкін мен далада құлап қалған жағдайда, мен білмеймін ғой, кім қайда алып кетеді мысалы. Содан кейін енді ол ауру енді кішкене өзіме ашылып бастады. Шынымды айтсам, демалу жағым мүлдем төмен түсіп кетті. Сол үшін арнайы маған кислород баллонын берді демалу үшін. Шынымды айтсам, енді Асхатпен врачтың өзі сөйлескен кезде жақсы болып кетеді деген ниетте айтты. Мүмкін маған ештеңе айтпайды шығар деп ойлаймын да. Бірақ енді мамам да сол себепті менің көбірек Алматыға келіп кеткен кезде болды. Әжем де енді Эдуардаға айтып кетейінші мен мына жерде. Енді медицинаның шет жағасында жүрміз ғой бізде. Эдуарда, мен саған айтайын, енді андай жаман ауру деп отырмыз ғой. Сондайдан басқасының барлығы қазір медицина дамыған ғой, ол емделеді, одан қорқатын ештеңкесі жоқ ол. Жаңағындай тыныс алу жағы деп тұрсың ғой, енді ол по-любому ол болады. Тахикардия кезінде кислородный голодание деген нәрсе болады, өкпе дұрыс жұмыс істемейді толығымен. Сол кезде кислородпен дем аласың сен, мысалы үшін. Ал енді дәрі-дәрмектерді ұсынып жатыр екен, о жағы, жүрек жағы енді негізі көбіне дәрі-дәрмекпен де емделіп кетеді ол. Өзіңді қолыңа ұстап, негізі емделгенің дұрыс қой. Көңіл күйіңді түсіре берме. Асеке, просто білмеймін, енді мына ситуация маған ренжімеңіздер, қатты ұнап тұрған жоқ, бірақ сыр деп айттыңызда, бәрін ашып айту керек болған шығар, мүмкін екеуіңіз келіскен шығарсыз. Айтып жатсыз ғой, сөзіңізде өзі рұқсатын берді, содан кейін айтып жатырмын деп. Бірақ қызға неприятно да бұл нәрсе, бүкіл көрерменнің алдында бұндай өзін итакта ауырып жүрген адам, одан бетер өзін бір басқаша сезім қалады деп ой келмеді ме сізге? Жоқ, ержігіт негізі ауруын жасырған өледі дейді. Мен ойлаймын, что вполне емін алып, қазір оны неменесіне скрывать етеміз, тем более мен де сендерге айтқым келеді, қыздың жүрегі просто нәзік емес, қыздың жүрегі бір определенный бір стресстерді көтере алмайды екен. Сондықтан как-то можно было бы... Тілелеспіз ғой, оны түсініп отырмын, бірақ енді бір сұрақ. Енді осындай дерті бар екен білесіз. Қазір таңсықты бастағыңыз келіп отыр. Бірақ енді бағана айтылып жатыр ғой, қозғалып, Эдуарда анасын көндіру керек деп. Мне кажется, сіз өзіңіз көндіру керек сияқтысыз анасын. Өйткені осы жол серьезно бізде. Осындай мәселе. Және де тағы да бір сұрақ, осы дертпен ара қатынас бастап жатсаңыз, соңына дейін күресуге дайын болсаңыз ғана бастаңыз, әйтпесем тағы да қыздың жүрегі жараланып қалады. Әңгіме содан басталды ғой енді. Біз кеше отырған кезде әңгімені содан бастағанбыз. Түбіне дейін біз жетеміз бе, жетпейміз бе? Диана ханым айтқандай, оны ешкім білмейді, жететін жетпейтінді. Бірақ мен опять айттым Эдуардаға, егер біз онда бастайтын болсақ, қалай да аяқталмаса да, сен өзің қолыңды ұстап, мысалғашы, прям сезімге беріліп, андай эмоцияға берілмей, хладнокровно енді тексеріскесе өзінің чувстволарын, и мен өзім чувствомды. Онда біз сөйтіп, как взрослые люди, адекватно келу керекпіз осыған. Жоқ, получается, бүгін қазір ортаға шығып айттыңыз, танысып көрсек, екінші рет өкініш болмайтындай деп жатсыз да. Ертең күні болмай қалып жатса, вообще екі есе өкініш болады да. Сіз, значит, осындай шешім қабылдасаңыз, нақты соңына дейін күресуге дайын болып шешім қабылдап келіп отырсыз ғой, сонда түсінгенім бойынша,
Жоқ, ержігіт, мен былай ойлаймын да, негізі дәл қазір Эдуардаға ешқандай отношение керек емес. Неге? Өйткені жүрек ауру жаңа айтып отыр ғой, сенде жүрек келе пайда болды, бұл ауру. Сенде туа бітті болған жоқ бұл нәрсе. Значит, бұл жүрек ауруларының көбісі жаңағы стресстан, адамда көп жаңағыдай физический нагрузка болғаннан, сол нәрселерден пайда болады да. А если сендер қазір отношение құрасыңдар, бірақ сендер отношение құрғанда сендерде ұрыс бәрібір болады, ортада бір түсініксіз жағдайлар болады, эфирда бізде бір күні негатив болады деген сияқты ғой. Сол нәрсенің барлығы сенің денсаулығыңа кері әсерін бәрібір тигізеді. Мен ойлаймын, сол себепті саған емделу керек просто. Енді осы жерде айтып өтейінші, Эдуарданың не үшін Асхат мырзадан басқа жігітке жүрегі де сезімі де қаламай қалды. Дәл бұндай сәтте, яғни екеуіңіз бірге білдіңіздер ғой. Сол кезде сіз как дипломат Ханзада ретінде стойкий болып, яғни сіз уже өмір көргенсіз ғой енді. Сіз жақсы қабылдадыңыз, сіз түсініп бірақ Эдуардан қорқытпау мақсатында, сол аурудың салмағын түсініп, қолдау мақсатында Эдуарданың қасында бола білдіңіз. Ал енді Эдуарда кейінгі бір қандай да бір жігіттермен танысқан кезде менде осындай шамал кінәрат бар дейтін болса, көптеген жігіттер қорқып, қазір менталитет бойынша қашу мүмкін, ертең бұл бала бола ма, жақсы әйел бола ма деген сияқты. Сондай кезде сіздің сенімді бола алатыныңызды, қолдауды до конца бере алатыныңызды біліп, Эдуарда сізден басқа жігітті көрмейді. Тимур, кешірім сұраймын, қазір өйтіп дұрыс емес ой салудың қажеті жоқ. Ол жүректің ол басқа да органдарға бір қатысы болады деген ойда емеспін. Просто бұл деген бір қалай айтсам болады, болашаққа бір қатты бір кінәрат түсіретін ауру деп ойламаймын. Жүрек ауру қазір екінің бірінде бар да, негізінен былай айтатын болсақ. Сондықтан да өйтіп қатты преувеличивать етудің қажеті жоқ. Және де мен бір жүрек ауруын қазір сыр деп айттыңыздар ғой. Соншалықты үлкен сыр және де қорқынышты нәрсе деп айта алмаймын. Адамның жүрек ауруы жаңағы қалыпты нәрсе сияқты менің ойымша. Иә, мен де келсем, оны жасырғаннан білмеймін, еш нәрсе ұтпайсыз. Эдуарда қайта осы жерде, осы ортада отырған біз білуіміз тиіс сияқты бұл мәселені. Кез келген жағдайда сізге бір нәрсе болып қалған кезде дайын болу керекпіз біз. Және ол емі бар ауру болса, онда ол жаман ауру дегендердің қатарына жатпайды. Оны мен келісемін. Емдейміз. Иә, емдейміз. Жаңа Тим айтып жатыр ғой, екеуіңіз бірге білдіңіздер ғой деп. Негізі Эдуарда білген екен оның алдында. Оған дейін білді ме? Просто ол маған айтпаған. Ешкім білмесін деген, содан жасырып жүре берген ғой. Мен жаңа жерге апарғаннан кейін енді оның ұшы шығып қалды да, сонымен мен біліп қойдым. Сосын мен одан сұрадым, бірақ нақты білген жоқпын бүгінгі күнге дейін. Бүгін уже барған кезде я понял, что қыз қашқақтаған, МРТ-дан қашқақтаған, емін жасалмаған, сөйтіп енді өзі ғана істеген ғой, ешкімге айтпай. Ал МРТ нені түсіндіре алады, нені көрсете алады? Енді ол более мен білмеймін енді, мен деген емеспін, бірақ углубленно сол жерде зерттейді, по-моему, сол органы ше, более глубоко. Но оны мен ойлаймын, наверное, Эдуарда уже түсіріп, оның бәрін түбіне жетіп қойған сияқты, раз ол оны түсірмей жүрсе. Мүмкін. Енді осы жерде айтып өтейінші, бұл жүрек қалыпты жағдай қазір екінің бірінде бар дейсің. Жүректің әртүрлі аурулары болады. Әр жерде талып құлап атса қыз бала, ертең сен білмейсің. Әлде сіз үшін әр жерде құлап қалу, часто құлау қалыпты жағдай ма әлде? Бас айналып. Эдуардан құлаған мен бұл жерде көрген жоқпын мүлдем. Ол Құдай сақтасын, одан бет аулақ. Сіз содан кейін не үшін маған кешегі ситуацияға байланысты қылып айтып тұрсыз ба? Мен түсінбедім. Енді не үшін айтып тұрсыз оны? Мен қалыпты жағдай деп қалып тұрған жоқпын. Просто оны преувеличивать етіп, халыққа үлкен проблема қылып көрсетпей қойық деп айтып тұрмын. Әсіресе оны алып келіп бала көтеру мәселесіне кеп тіреудің қажеті мүлдем жоқ деп ойлаймын. Және де сен Тимур өйтіп бұлбұлға нақтылай бір бұлбұл мына жерде күнде апта сайын құлап атқандай өйтіп әңгімеге келтірмей ақ қой. Жоқ, сендер менің сөзім. Сен оны өтірік істеді дегенге келтіріп тұрсың. Білмеймін сен қандай оймен айтып отырсың. Ол шынайы ауырды ма, өз-өзін ұстай алмай қалды ма, қиын жағдай болды ма, сол жерде құлады. Және де ода жүрек ауруы жоқ. Білемін, жүрек ауруы. Сіздер түсінбедіңіздер мені. Қазіргі онда жарнама кезінде бұлбұлға, Шерханға түсіндіру мүмкіндігі сізде бар, бізде жарнама. Эссенциали Форте-Н предназначен для лечения заболеваний печени, восстанавливая, защищая и укрепляя клетки печени. Эссенциали Форте-Н. Любите жизнь всей печенью. Неліктен фудмастер сүті жеңіл деп аталады? Ол жеңіл ұшып жүретін сиырладан алынады. Көп адамның сүт ішкеннен кейін іші құрылдайды. Қосылайық жобасы ортада Эдуарда және Асхат Ханзада. Жарнамаға дейін Эдуарданың денсаулығына байланысты бір сырды біліп қойған едік. Бірақ енді Құдайға шүкір, ол дерттің емі бар. Дер кезінде дәрі-дәрмек қабылдау және уақытлы дәрігерге көріну. Оның барлығын бірақ өкінішке қарай Эдуарда дұрыс сақтап жүрген жоқ, осы шарттарды.
енді Асхат мырза, сіздің мойныңызға түсетін сияқты бұл жүк. Өйткені жарнама кезінде енді неге МРТ-ға бармай жүрсің десем, енді Асхатпен барамыз ғой деп қояды қыз. Соған қарағанда болды. Сіз емдейсіз. Барамыз. Бірінші очередь, сен өзіңе уәде беру керексің. Мен серьезно қараймын ол затқа, мен серьезно онымен айналысам деп, потому что ол өмір болғаннан кейін, ол жалғыз жүрек болғаннан кейін, ол бірінші очередь саған керек. Содан кейін ата-анаңа. Өте дұрыс айтады, оның үстіне Эдуарда. Сіз әлі жап-жассыз, 18-де барлық өміріңіз, жарқын болашағыңыз алда, сол үшін салғырт қарамай өз денсаулығымызға дұрыс көзбен қарағанымыз абзалырақ деп ойлаймын. Қазіргі таңда енді біздің апаларымыздың, әжелеріміздің заманы емес қой, таза тамақ, таза ауа, экологияда ешқандай проблема жоқ ол кезде. Ал қазіргі таңда мүлдем барлығы басқаша. Жейтін тамағымызда да дәрумен жоқ, жұтатын ауамыз да таза емес, сол үшін барлығын дер кезінде қарап жүру керек деп ойлаймын. Мен айтып жүрдім. Айжан, Тимур мырза. Жаңа түсінбей қалған сияқты, мен Шерхан, сен сөзімді мен дұрыс түсінбедің. Мен Эдуарда болашақта жақсы келін болып, бала көтере алмай қалады деп айтқан жоқпын. Егер де Асхат мырза біліп тұр, егер басқа бір жігітке осындай денсаулығымда мен кінәрат болған десе, солай ойлап қалуы мүмкін. Болашақ енесі болсын, жігіт болсын, жауапкершіліктен қашуы мүмкін. Қазір ондай адамдар бар, бірге қолдау білдірмей атартатын. Ал енді бұлбұлға келетін болсам, бұлбұл кеше сіз ауырып қалдыңыз. Жалғыз мен емес, сіздің құлағаныңыз рас. Бірақ сондай құлап жату ол қалыпты жағдай емес, ол денсаулыққа әсерін тигізеді. Сонда да оны до конца емдеу керек. Мысалы мен бүгін сізге жанымды ашып отыр, таңғалып та отырмын. Кешегі сіздің состояниеңіз, бүгінгі состояниеңіз екеуі де мәз емес. Сіздің до конца емделу керек, егер кінәрат болсаңыз. Өйткені сіздер болашақ анасыздар. Енді Тимур кінәрат бар жоғы мен өзін анықтап білетін шығармын. Ол сіздің жеке басыңыздың шаруасы емес деп ойлаймын осы жерде кінаратты анықтау. Мен өзім кеше бардым, менде отравление болған екен, оның бәрін мен өзім выяснили. Және де қазір мен ол жерде бір күнде осы сіздің алдыңызға келіп талып құлап жатқан сияқты айтып жатсыз ғой. Әрине ол ешкім үшін қалыпты жағдай емес құлап қалу, ешкімге абырой алып келмейді құлау. Сондықтан да кішкене слова подбирайте, пожалуйста, Тимур. Кеше де жедел жәрдем келген еді, бұлбұл расымен де тамақтан уланған деген диагнозды қойып берді, және дәл осылай отырғаны дұрыс емес болды. Ол барлығын ішін тазалап, негізінде демалу керек еді деп бізге ескерту жасап кеткен еді. Бірақ қазір енді бұлбұлдың өзінен сұрадық, эфирге дейінгі жағдайы барлығы жақсы деді. Айжан? Диана ханым, біз енді Асхат сондай бір қамқор, жауапкершілігі бар азамат қой. Бірақ та мен ойлаймын, осы Эдуарданың жүрегінің ақауының пайда болғаны, жүрегінің ауырып бастағаны сізге де бір тікелей қатысы бар сияқты. Өйткені қараңызшы, әу баста келдіңізде қыздың сезімін өзіңізге қаратай ашып алдыңыз. Одан кейін орта жолда түк болмағандай жылатып қызды тастап кеттіңіз, таныстық тоқтатып. Одан кейін шетелге кетем дедіңіз. Бір аптадан кейін түк болмағанда мына жерге қатысушы болып келдіңіз. Енді білмеймін, қазір бір жауапкершілігі бар, қатты уайымдайтын адам сияқты көрініп отырсыз да. Мен ойлаймын, егер де сіздер қайтадан таныстықты бастап, және де бір айырылысу керек болса, сіз тағы да Эдуардаға жаныңыз ашқандықтан бір таныстықты тағы да жалғастыратын сияқтысыз. Солай жалғаса беретін сияқты. Енді қазір тастап кет дейсің бе? Қазір тастап кет, көмектеспе дейсің бе? Жоқ, олай айтпаймын. Білмеймін, мен сізді түсіне алмаймын да, бір қамқор адам. Мен сенің сөзіңнің қайқа келіп тоқтайтынын түсінемін ой тұрмын. Жоқ, қараңызшы, сіз сыртта былай айтасыз ғой, негізінде ашығын айтқанда. Мен бәрібір де тойға дейін жетпейтін білемін, түсінемін деп айтасыз да. Бірақ мына жерде қыздың жанында отырсыз. В чем смысл деймін да, егер сіз көзіңіз жетпейтін болса, үйленбейтініңізге қызға. Бірінші сұрағың жайлы Эдуарда өзі жауап бере кетсін. Айтып жатыр, сіз алдында Эдуардан тастап кеткеннен кейін тікелей менің сенің жүрегің ауруына себепкермін деген сияқты. Жоқ, енді ондайға себепкер деп айта алмаймын, бірақ енді мен бәрібір ол кездерде де ойладым ғой енді бұл кісіні. Бірақ енді жалпы мен таныспай тұрып, оның алдында болған нәрсе бұл менде. Демек Асхатқа дейін білдіңіз. Менде просто мына жерде бір ойымда тұрған бәрібір келе береді. Кешеден бері мен бәрібір қимаймын деген сөзді айтсам да, қазір сіз мына жерде бір енді осы ситуацияның бәрін білесіз, бәрібір бұл отношение бір аяушылықпен жалғасатын сияқты. Ал маған ол керек емес дейсіз, Эдуарда? Ол маған керек емес, сол жағынан айтып кетсеңіз. Жоқ, мен негізі адам ретінде түсінемін. Сіз де кеше айтып кеткен болатынсыз, ең жаман отношение, ол когда из-за жалости отношение болғанша. И мен точно ондайға бармаймын. Ол жағынан күмәнің болмасын. Егер мен плюс отношение құра тұра, плюс сен денсаулығыңды жақсарту мақсатында білмеймін бір үлес қосатын болсам, онда жақсы. А так, ондай ешқандай қалай деді жалысты? Ондай жоқ.
ондай үшін жоқ, мен айтсам ханым, негізінде мен ойлаймын, Асхат енді бізде деген өте керемет деңгейде ойлайтын ер азаматсың ғой, барлығын алдын ала пландап жүресің, құрасың, мықты стратегсің жалпы негізінде. Және де Эдуарда екеуіңнің тараптарында бір екеуің әдейі план құрғансыңдар. Давай осыны ортаға шығарайық, өйткені екеуің де кеше темамен Нұрдәулетті қайтарды ғой, екеуің де отчет етіп жіберді. Енді халықтың алдында жаман көрініп қалмау үшін, халықтың алдында көміліп қалмау үшін екеуің отырып алып, жалость вызывать етіп тұрсып отырсыңдар, на жалость давить етіп не үшін деймін да, халықты ақымақ көресіңдер ма екеуің сонда ойлайсыңдар, то что екеуің ортаға ауруды бар ма, жоқ па, мы не знаем даже, документально мы не видели, правильно? Жоқ па, жоқ, бар ма, как бы неизвестно, и отырсыңдар, біз ауырамыз, бізде осындай диагноз бар дейсіңдер да, аямайды ғой халық ондайға сенбейді. Асхат, сіз үлкен ер азаматсыңыз. Эдуарда айтқым келеді, сен деген Эдуарда айтқым келеді, сен деген мысалға элементарно анаңды тыңдаған жақсы. Не үшін? Өйткені анаң шынымен позициясы дұрыс. Ол сені қаншама рет тебя подставлял, оставлял, жылатты. Кешегінің өзіне сен бір өзің отырғанда жылап, он к тебе не подошел. Он просто хладнокровно отырды. Ұнатпаймын, сезімім жоқ деген сияқты, понимаешь? Өзі сені осы ямаға лақтап жіберді та, подтолкнул тебя и красиво сидел дым болмағандай. Саған ондай зачем ер азамат керек, Эдуарда? Не үшін, зачем он тебе нужен? Қазір ангелочка из себя строишь. Ты когда чувствуешь, что тебя могут заткнуть, сен тоқтамайды екенсің, оказывается. Элементарно подожди. Көп сөйлеватсың слишком. Занимаешь мое эфирное время. Демек, Айза, қараңыз, сонда адам ортаға шығып, менің жүрегімде бір сырқат, дерт бар десе, ол дұрыс па? Сондайға сіз Эдуарданы қиясыз ба? Өзіне бір жұрттың көңілін, назарын аудару үшін жоқ ауруды ойлап табуға барады деп ойлайсыз ба Эдуарданы? Диана ханым, негізінен нақты Эдуарда ондайға бармайды, мен білем. Бірақ Эдуарданы соған апарып тұрған Асхат Ханзада. Сіз өзіңіздің қамыңызды ойлап, өзіңіз эгоистично ойлап. Өзі қандай адам солай ойлайды. Сен сондайға, значит, барасың, и сен басқаларды сөйтіп подозревать етесің. А мен сені ондайға қимаймын. Өйткені мен өзім нормальныймын. Солай жоқ, қараңыз, жарайды, енді қағаздар бар ма дейді. Айзаға дәлел ретінде көрсететін қағаздарыңыз бар ма? Иә, әрине. Онда эфирден кейін немесе жарнамада Айза өзіңіз сұрасаңыз болады. Енді мен ойлаймын, Айзадан басқа барлығы сеніп отыр деп ойлаймын. Өйткені адам денсаулығы ойнайтын зат емес ешқашан. Эдуарда, таныстық Асхат Ханзадамен бастала ма деген сұрақ. Былай істейікші енді. Біз кеше сөйлестік қой, талқылап, соңына келген кезде біз былай ойладық. Неге Эдуарда маған, мен Эдуардаға мүмкіндік бермеске? Негізі екеуміздің мүмкін түбі қосылып кетіп бір семья болуға возможность, аз да болса да возможность бар болса, бұл ешқандай бір ақауға да қарамастан, біреу сенеді, біреу сенбейді, ондайға қарамастан, бұл өзіміздің өміріміз, біз өзіміздің жаңа сезімдерімізге бір возможность бергіміз келеді. Және де мен сол возможностьті Эдуардадан сұрап алғым келіп тұр қазір. Сен маған сондай мүмкіндік бересің бе? Енді сіз қоймай қалап тұрсаңыз, давай. Күшті айттыңыз, Эдуарда, күшті болды. Онда қоймай, егер соған бір мұқтаж болып тұрсаңыз, Эдуарда сізге сондай мүмкіндікті береді, Асхат Ханзада. Күшті. Рахмет, жайғасыңыздар. Бізде белгі бар. Мөлдірде? Мөлдір Даниярды менсінбейді дейді. Ал Алмат болса, Краш Ханзада дейді. Мөлдір Алматты жақтырмайды дейді. Ал біз шымылдықты жабамыз.